оқулықтың көбі аударма оқулық та. Аударма оқулық, сосын болмаса келесі мәселе жасалады да, жаңағы сол жарайды аударылған оқулық бола берсін, ол оқулықты аударуға тіл мамандарына береді. Ол жерде мысалы үшін нақты мамандық тұрғысынан интерпретациясы басқа нәрселер аударған кезде қисық отырады да. Вот, сосын келесі мынандай мәселе бар біздерде, жаңағыдай ақпараттан бастап кітап жазу жоқтың қасы. Тапшы да. Өйткені негізінде аударулар енді тез деп ойлады, негізінде аудару тез емес. Мен өзім мысалы үшін компиляторларды жобалау деген сабақты қазақша аударып көрдім. Мен айттым, арыма салып осыны таза аударайын деген кезде аудармаға кететін уақыт ақпараттан бастап жазғаннан да көп. Одан да өзің қорытып, өзің нөлден бастап жазған дұрыс, және аударма процестеріне нақты сол саланың қазақ тілін жетік білетін, мамандығын жетік білетін мамандарды топтастырған өте дұрыс.